Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар және оқушылар. Номер 90-шы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп гимназиясының информатика пәні мұғалімі Бекмұрзаева болсын Дүйсенбайқызы. Оқушылар, сабақтың тақырыбын анықтау мақсатында мына суреттерге назар аударайық. Яғни, бірінші тұрған сурет оқушы компьютер алдында дұрыс отыр. Яғни, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз осы суретке байланысты болмақ. Сабақтың тақырыбы эргономика ұғымы, сенің білетінің эргономиканың мақсаттары мен міндеттері және ережелері, сенің меңгеретінің компьютермен жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру. Эргономика ұғымы адамның денсаулығы мен еңбекке жарамдылығын сақтау үшін еңбектің тиімді жағдайларды құрайтын жұмыс процесін зерттейтін ғылым түрі. Эргономиканың негізгі мақсаттары адам, машина, қоршаған орта жүйесінің тиімділігін арттыру, еңбек қауіпсіздігі, жұмыс барысында адамның тұлғалық дамуына жағдай жасау. Оқушылар, компьютерде ыңғайлы жұмыс жасау үшін негізгі қажетті 3 компонент мыналар: үстелдің биіктігі, реттелетін орындық және монитор ноутбуктың орналасуы болып табылады. Яғни эргономиканың негізгі мақсаттары не осылар. Келесі, бірінші сурет жұмыс үстелінің эргономикасы. Оқушы жұмыс үстелінде қалай отыру керек ережесі көрсетілген. Яғни, көз бен монитордың арақашықтығы 60-70 см болу керек. Отыру кезінде басты сәл еңкейтіп ұстаймыз, иығымыз еркін, арқаны тік ұстаймыз. Оқу құралдары оқушының алдында орналасқан, саусақтар мен білек бір сызықта орналасқан, тізе тік бұрыш болып бүгілген. Келесі, компьютермен жұмыс жасау барысында үнемі жасалатын жаттығулар, дене жаттығулары және көз жаттығулары. Міне осы жаттығуларды біз жиі жасап тұруымыз керек. Келесі, тапсырмаларға назар аударатын болсақ, қауіпсіздік техниканы еске алу және оны бұзған кездегі зардаптар қолданушының жұмыс орнын ұйымдастыру. Бірінші тапсырма: компьютер құрылғылары, монитор, тінтуір, құлаққап. Яғни осы құрылғылардың жағымсыз әсерін және қорғану әдістері. Монитор құрылғысының жағымсыз әсері: жарығы жоғары құрылғылармен жұмыс істеген кезде көз бұлшықеттерінің шаршауы және көру қабілетінің төмендеуі. Қорғану әдістері: уақыт бойынша жұмыс режимін сақтау, көзге арналған жаттығулар. Тінтуір құрылғысының жағымсыз әсері: қолдың қақсауы, білезік каналдарының синдромы. Қорғану әдістері: дұрыс отырысты сақтау, қол мен арқаға арналған жаттығулар. Құлаққап құрылғыларының жағымсыз әсері: тыңдау қабілетінің төмендеуі. Қорғану әдістері: дыбыс көлемін қадағалау, құлақ шыңдарды мойында ұстау. Келесі тапсырма: Білімләнд платформасына кіріп, мына сілтеме арқылы тапсырмаларды орындаймыз. Оқу тапсырмасы: оқушылар эргономика ережелеріне сәйкес келесі құрылғылар қалай орналасу қажет. Яғни, төменде орналасқан құрылғыларды эргономика ережелеріне сәйкес орналастырып шығамыз. Назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.